Жылдам хабарлама, тезірек көріп хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Жастарға берілетін 2,5% микрокредитті қалай алуға болады? Несие жастарға өз кәсібін ашуға немесе оны кеңейтуге беріледі. Микрокредит 21 жастан 35 жасқа дейінгі жастарға өз кәсібін ашуға немесе оны кеңейтуге 5 жылдан аспайтын мерзіммен жеке кәсіпкер ретінде тіркелген жағдайда беріледі. Қатысушылардың аграрлық несие корпорациясы өтінімге жүгінген уақыттағы жасы ескеріледі. Ведомство жазғандай, микрокредит алушылар үшін негізгі борыш пен сыйақыны өтеу бойынша жеңілдікті кезең беріледі. Ол микрокредит мерзімі ұзақтығының 1/3-нен аспайды. Кепілмен қамтамасыз етудің болуы міндеті шарт болып табылады. Биылғы жылдың 4 қыркүйегінен бастап жастарға жылдық 2,5 жеңілдікпен микрокредит беру үшін қабылданатын кепілді мүлік түрлерінің тізбесі кеңейтілген деп жазды ведомство. Видеомыз кеңінен таралып, барша хабардар болу үшін видеомызға лайк басып, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.